Өзгерісті неден бастаймыз? Рухымыз толығып, үнемі жүрек тыныштығын сезіну үшін не істеу қажет? Әрдайым дәретпен жүр. Күніне қанша рет әжетханаға кірсең, сонша рет дәрет алып жүруге тырыс. Қалайша? Қиын ғой деген ой келді ме? Иә. Кез келген істің өзіміз үшін пайдасын білмегенде ол қиын. Алайда сен өміріңе береке кіргенін, жақсы жаққа өзгергенін қалайсың ғой? Ол үшін әрекет керек. Бірден тау қопарып тастайтын үлкен қадамдар емес, осындай білсең де мән бере бермей жүрген, қиын көріп жүрген қарапайым әрекеттер. Бұл өзің үшін өте пайдалы. Бірінші, түптің түбінде Алланың разылығына жетуді көздесең, сондай-ақ Алланы әрдайым еске алмайынша, көбірек дұға жасамайынша, бізге берген тағдырына мойынсұнып, дұрыс шешім қабылдау жолдарын үйренбейінше, өміріміздегі кейбір мәселелер өз арнасына түспеуі ықтимал. Дәретпен жүрген адамның дұғасы қабыл болу мүмкіндігі жоғары. Тіпті дәреттің көптеген пайдасын заманауи медицинада растады. Негативті энергия адамның желкесіне, білек тұсына жиналады дегенде ақпарат бар. Дәрет алған сайын энергетикалық тұрғыдан тазару жүреді. Ең қарапайым мысал, қыз-келіншектер өз арамызда әңгіме болған соң айта кетсек айып емес деп ойлаймыз. Әйел ағзасындағы, соның ішінде репродуктивті органдарға, яғни жыныстық мүшеде орын алатын қабынулар, эрозиялардың туындауы, шектен тыс сұйықтықтың келуінің көп себептерінің бірі жыныс мүше аумағында патогенді микроорганизмдердің көп болуы. Шатта жыныс мүшесінің жанында ағзада токсиндерді сыртқа шығаратын лимфа бездері бар. Температура жоғарылағанда, ауа өтпейтін іш киім кигенде, ұзақ аяқ айқастырып отырғанда, былғарыдан жасалған ауа өткізбейтін орындық дивандарға отырғанда, температураны реттеу үшін белсенді тер бөлінеді. Ылғалды, жылы орта бактериялардың сүйікті мекені екенін білетін шығарсың. Уақыт өткен сайын олар көбейіп, өздігінен улы зат пен жағымсыз иіс шығарып, әрі қарай қынап арқылы ішке қарай саяхаттап кетеді. Одан кейінгі процесс көпшілігімізге белгілі. Әрдайым дәретпен жүру көбейіп келе жатқан осы патогенді микроорганизмдерді жоюға көмектеседі. Аталғандар дәретпен жүрудің өте көп пайдалыларының бірнешеуі ғана. Осы әрекетті ылғи да жасауға өзіңді тәрбиелеу арқылы әдетке айналдырып, тіс тазалағандай автоматты түрде жасайтын кезге жеткеніңізде өз бойыңыздан өте көп пайданы байқау қиын емес. Дегенмен, ниет етуде Алла разылығын бірінші орынға қоюды ұмытпа. Барлық жақсылықты бізге берекесімен беретін тек Алла. Миды, жүректі тыныштандыру. Мидағы ақпараттар легі жүйесіз, ретсіз болғанда, өзіңді бір танымайтын біреудің тойында дәл музыка ойнап тұрған колонканың түбінде ешкімді, тіпті өз дауысыңды естімейтіндей жағдайда отырғандай сезінесің. Мида тыныштық болмаса, жүректе де болмайды. Мұндай жағдайдың қандай зияны бар? Бір іске ақпаратқа фокусыңды тіктеп, концентрацияңды жинақтау, саналылықты қосу, түпкі ниетті анықтау қиын болады. Мұндай халде өміріңде жиі кездесетін әртүрлі жағдайларға қатысты дұрыс шешім қабылдау мүмкін емес. Себебі миында тыныштық жоқ адамның қабылдаған шешімі мас адамның қабылдаған шешімімен бірдей болады екен. Бұл нейропсихологтардың зерттеуінің нәтижесі. Сондықтан да кейде адамдар қалай ғана осы әрекеттерді жасап қойғанымды білмей қалдым деп жатады. Мысалы, бүгін ғана бір келіншек жазды: көмектесіңізші, Инстаграмда ақшаңды айналдырып беремін деген парақшаға ақша салып, енді телефон көтермейді, алданып қалдым деп. Расында бұл келіншектің миында тыныштық болған жоқ. Оның миы ақпаратты саралай алмады. Түк істемей, ақша көбейеді деген ертегіге сеніп қалды. Концентрация жасап, ойланса, аналитика жасаса, мұндай батпан құйрықтың болмайтынын түсінер еді. Аналитика жасау үшін мида ол функцияға орын керек. Неше түрлі керек емес пайдасыз ақпараттар толып қалған мида қайдан орын болсын? Күн сайын қалаулымның кейіпкерлері қалай ұрсып жарасқанын, түрік пен корей сериалдарындағы жылап сықтағанын жібермей көретін, сыныптастардан бастап тумаластармен WhatsApp чатының түгін қалдырмай кімнің не істеп, кімнің кіммен не үшін ұрсып қалғанын анықтап отыратын, Инстаграмдағы негативті посттардың, оппозицияның, сыни жазбалардағы комментарийді оқып, пікір жазып, тағда басқа ақпараттарды сараламайтын адамда
дәл өзіне керек кезде миында орын болмай қалады. Демек, ми мен жүрек тыныштығын орнату үшін ең алдымен өзіңе пайдасыз ақпараттан бас тартып, ақпараттық диетаны, гигиенаны сақтау қажет. Тіркелген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды реттеп, артық парақшалардан тазарт. Дамуыңа, ой-өрісіңнің өсуіне, жақсы әдет қалыптастыруға үлес қосатын парақшалардың бәрімен қош айтыс. Сценарийі негативке толы, психологиялық установкалар қойып беретін сериалдардан бас тартқаның дұрыс. Мүлдем көрме демейміз. Дегенмен, асқазаныңа түсетін әрбір тағамды талғап жегендей, миыңа түсетін ақпаратты да саралап ал. Рухани кәсіби өсуіңе әсер ететін туындыларды табу қиынға соқпайды. Қажетсіз ақпараттан тазартқан миымыз бен жүрегімізді түбегейлі тыныштандыру үшін тағы не істей аламыз? Бұл жолда зікір-матик құралын пайдалансаңыз болады. Зікір-матик дегеніміз электронды тәсбих. Соқ саусаққа ыңғайлы киіліп, бас бармақпен нүктесін оңай басып отыруға арналған ыңғайлы құрал. Оны кез келген мешіт алдындағы дүңгіршектен сатып ала аласың. Бұл құрал әрдайым қолдарыңда жүрсін. Себебі тәсбih Алланы үнемі зікір етуге, Раббымызды әрдайым еске түсіріп жүруге өте ыңғайлы. Сан қилы шаруамен жүріп, қолымыз көбіне бос болмауы мүмкін, бірақ тіліміз бос қой. Миымызды түрлі негативті ойлармен шаршатып, қажет емес ақпаратпен қинағанша зікірге, яғни Алланы ұлықтауға көшкеніміз дұрыс. Ми шаршаса, санамыз шаршап, жүректі уайым басады. Бұл біздің жанымызға да, тәнімізге де өте зиян. Ал мұның бірден бір шешімі жаратушымызды үнемі еске алып отыру. Мысалы, банкте кезекте тұрған сәтте, немесе көлік кептелісінде тұрсаң, қолыңа зікір-матикті ала салып, Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мадақ, Алла кемшіліктен пәк, тәрізді сауапты сөздерді айтсақ болды. Миымыз позитив күйге түсіп, жаман ақпараттарға, жүрегімізге салмақ салатын ойларға жол бермейді. Мида, жүрегің де тынышталып, дұрыс шешімдер қабылдай бастайсың. Егер ойымызды өзгертетін болсақ, өмірімізді де өзгертуге мүмкіндік туады. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде: бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оларды өзгертпейді. Рағд сүресі 11 аят. Егер ойымызды бақылау қиын болса, онда миымызға ақырындап жаттығу жасау керек. Оның күшті құралы зікір-матик екенін айттық. Тілімізбен үнемі жақсы сөздер айтып, зікір айтып жүрсек, Алла берген тіл деген нығметті пайдалы дүниелерге, жақсы нәрселерге жұмсайтын болсақ, онда ойымызды түзеле бастайды. Тілге фильтр қою автоматты түрде ойымыздың дұрысталуына да алып келеді. Шүкір етуді ұмытпа. Таңертең тұрғанда алғашқы әрекетіміз Аллаға деген шүкіршілікпен басталуы керек. Уа Алла Тағала, бүгін де сен мені ояттың, сансыз шүкіршіліктер болсын, деп шама жеткенше Әлхамдулиллах сөзін айтуды әдетке айналдыр. Ұйқыға жатар мезгілде де: уа Алла, өзіңе сансыз шүкіршіліктер болсын. Уа Алла, өзіңе сансыз шүкіршіліктер болсын. Бүгінгі күніме, бүгін берген барлық нығметіңе, бойымдағы күш-қуатты жеткізгеніңе, аман есен өзімнің отанымда, өзімнің жақындарыммен бірге тағы да жылы төсегімде ұйқыға жатқаныма сансыз шүкіршіліктер болсын. Уа Алла Тағалам, бүгін жасаған күнәларым болса, біреуге ауыр айтқан сөзім болса, кешірші, және барша мұсылмандарды кешіріміңе бөлеші. Мен де оларды кешірдім. Менің ақыма кіріп кеткендер болса, кешірші, деп айтып жүретін болсақ, біздің Алланың рақымына, мейіріміне қадамдарымыз жақындай береді. Ең болмағанда зікір-матикпен астафируллах, қазақша мағынасы Алла кешірші деген истихфар айтып жүр. Кімде-кім Алладан үнемі кешірім сұрап жүретін болса, Алла Тағала оған әрдайым қиындықтан шығатын жол тауып береді. Құран тыңдауды әдетке айналдыр. Музыка тыңдауға уақыт табамыз ғой. Рухымды қуаттаудың тағы бір жолы сол күнделікті музыка тыңдағанымыздай, әрдайым Құран тыңдауға да уақыт бөлу. Басында 1-2 күн нәпсі қарсыласуы мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, Құран тыңдай бастағанда жүрегің
жүрегің, жан әлемің ләззат ала бастайды. Ұялы телефон арқылы немесе көлікте Құран дискісін қойып тыңдауға болады. Қазіргі таңда арнаулы орындарда Құранның қазақ тілінде аудармасы қатар айтылатын дисктерде сатылады. Шындығында бұл әрекеттің барлығы да жанның азығы. Рухың тойса, қуаттанса, миың мен жүрегің де тыныштық табады. Осы айтқандарымызды амалға асырып, өзің көз жеткізе аласың. Кісі ақысын аттамаған өз бақытын тапқан адам. Кісі ақысына қол сұғу түбі тесік шелекке су құйғанмен тең. Көпшіліктің жөнді білмей білсе де терең байыбына бармай жүрген бұл мәселе психологияда жиі айтылатын жеке шекара тақырыбы. Біреудің шекарасына өтпеу, біреудің жеке кеңістігін бұзбау. Бірақ көп жағдайда кісі ақысын өте терең ойлап, кей маңызды дүниелерге мән бермей жатамыз. Тақырып басында кісі ақысына абай болмау түбі тесік шелекке су тасығанмен бірдей дедік. Соның мәнін түсініп алсақ, біз мәңгілік өмір сүрмейміз. Бізге ұнамаса да, ұнаса да өлімнің бар екені хақ. Уақыты келгенде бәріміз Аллаға қайтамыз. Бәріміз білеміз, о дүниеге барғанда біздің күнәлі істеріміз бен сауапты әрекеттеріміз таразыға түседі. Алланың алдына барған сәтте бәріміз есеп береміз. Ол жерде ешкімнің ешкіммен жұмысы жоқ. Әркім өзінің қара басымен әуре болады. Осы дүниелік істеріміз таразыға түсіп жатқан кезде алдымызға кісі ақысы деген мәселеге де кезек келеді екен. Жаратушымыздың басқаның барлығының есебін мен аламын, бірақ кісі ақысын сол құлымның өзіне қалдырамын деген уәдесі бар. Біз ақысына қол сұққан адам келіп, сен осы бір кезде менің ақымды жегенсің, енді маған сауабыңды беріп есеп айырысамыз деп айтады екен. Өйткені ол жақта бұл өмірде жиған терген дүниелеріміз болмайды. Тек сауапты істеріміз бен күнәлі әрекеттеріміз ғана таразыға тартылады. Сондай-ақ кісі ақысын жеген болсақ, осы екі нәрсемен ғана құтыла аламыз. Мысалы, қазір өмір сүру барысында адамдардың ақысына қол салдық делік. О дүниеге барғанда сол адамдардың барлығы кезек-кезек келіп, өз ақысының өтемі ретінде сауаптарымыздың барлығын санап алып кетеді. Өмір бақи жиған сауаптарымыздан осылай оп-оңай айырылып қалуымыз мүмкін екен. Сондықтан да қаншама сауап жинауға тырысып, бірақ осы кісі ақысына жақсылап мән бермесек, жиған сауабымыз түбі тесік шелекке құйылған су сияқты болуы мүмкін. Бізді одан сақтасын. Ренжіткен кісі қарасы көп боп шықса, алдымен сауабымыздан толық айырылып, сауабың таусылса, әлгі кісілер беретін сауабың болмаса, менің күнәмді көтер деп өз күнәсін арқалатады екен. Яғни кісі ақысынан құтылу үшін алдымен сауап беріп, сауап таусылса, күнәсін көтеруге тура келеді. Сөйтіп, таудай сауап арқалап барған болсақ та, бұл дүниеде көп кісілердің ақысына қол сұғып, кешірімін ала алмай, о дүниеге аттанып кетсе, жағдай тым мүшкіл боп қалу қаупі бар екен. Себебі, басқа күнәлердің есебін жаратушымыз алғандықтан, оның рақымынан үміт бар. Ал адамдардың өзіне қалдыратын кісі ақысына әрбіріміз өте мұқият болайық. Психологияда бұл тұрғыда ғылымдар біреудің шекарасына өтпе, жеке тиімділікті сақта деп ескерту айтады. Кісі ақысына қандай жағдайларда қол сұғамыз? Бұл екі дүниелік маңызы бар сұрақ. Жалпы оны тым глобалды қарастырудың, біреудің материалдық тұрғыдан ақысын жеу ғана деп қателеспеу керек. Жалпы мынаны білген дұрыс. Сенің шекараң біткен жерден келесі бір кісінің шекарасы басталады. Бұл дүниеде жасаған шаңның түйіріндей жақсылық та, шаңның түйіріндей жамандық та есепсіз қалмайды. Егер кісі ақысының жауапкершілігін барлық адам терең түсінсе, елімізде бірде-бір лас әжетхана қалмас еді. Иә, нағыз кісі ақысына қатысты мәселе. Ешкім көрмейтін жерде әрбір адамның шын бет бейнесі көрінеді. Ешкім көрмеген, сен жасап кеткен кереметті сенен кейін кіріп көрген адам жиркенеді. Оған өте жағымсыз болады. Тұжырымды сөзбен сабап алды, бітті. Сен сол адамның ақысына қол сұқтың. Өйткені дәл сенің себебіңнен ол адам жиркенді,
жаман сезімде болды. Сенен кейін кіретін, соған дейін де тазалап, реттеп табыстаған адамның бәрінің өз ақысының бар екенін ұмытпа. Айналаға, қоғамдық ортаға жанашырлық танытып, барлық жерде кісі ақысы ескерілетін есіңде ұстап жүр. Себебі танымайтын адамдардың ақысына кіріп, кешірім сұрап, ақыретке қалдырмаудың мүмкіндігі тумай қалуы мүмкін. Осындай біз өте ұсақ деп ойлайтын күрделі мәселелермен қатар мынадай дүниелерге де абай болыңыз. Ғайбат айту. Кісіні сыртынан мақтауға, жақсы сөздер айтуға болады. Бірақ сен сөз қылып отырған кісінің өзі естісе, ренжитін сөздер айту ғайбат, өсек саналады. Тіпті сен айтқан сөздер рас болса да, мысалы бір кісі аласа бойлы делік. Егер сен ол адамды сыртынан қорқақ бәленше, келте аяқ түгенше деп атасаң, болды, бітті, бұл ғайбат. Айтып отырғаның шындық болса да ғайбаттау болып саналады. Яғни саған күнә жазылады. Және о дүниеге өтпей жатып, әлгі кісіден кешірім сұрап үлгермесең, арғы дүниеге сауап беріп құтыласың, немесе ол адам саған күнәсін арқалатады. Әлеуметтік желіде отырып алып, суретсіз аккаунттан бұқтыртып, комментарий жазып, басқалардың намысына тиіп, жеке шекарасын бұзудан сақтану керек. Сен танитын жұлдыз саған ұнамайтын киім кисе де, үндемей өтіп кетуге тырыс. Ол оның өз мәселесі, өз жауапкершілігі, кісі ақысы оған да қатысты. Аманатқа қиянат жасау. Біреу саған ішкі сырын аманаттаса, оны барып біреуге жеткізу, немесе біреу аманат деп тапсырған мүлкіне қол сұғу кісіге жасаған қиянат. Мысалы, бір кісі саған бір зат аманаттап беріп жіберсе, әдейілеп ашып қарау, немесе саған ғана сыр етіп айтқанының келесі біреуге айтып қою кісінің ақысын таптаумен тең. Кісі затына рұқсатсыз тиісу. Мейлі ол қандай зат болсын. Мысалы, күйеуің ұйықтап жатқанда оның WhatsApp-ын тексеру, телефонын рұқсатсыз қарау, телефонындағы суреттерді, ноутбугіндегі файлдарын ақтару, сумкасын ашу, осының бәрі әдепсіз қылық, күнәлі іс. Тіпті қоғамдық көлікте WhatsApp қарап отырған бір адамның телефонына арнайы көз салсақ, осының өзі кісінің жеке шекарасына өткенің болып саналады. Кездейсоқ өзіңде қаламаған жағдайда бір рет қарап қалсаң, онда мәселе жоқ. Бірақ әдейілеп байқамай қалғаннан кейін де көз тастау жақсы әдет емес. Ол кісі ештеңе сезгенде жоқ. Сол күйі келесі аялдамадан түсіп те қалуы мүмкін. Бірақ қарағанда бөлініп кеткенде ештеңе жоқ. Бірақ екі иығыңдағы періште әр әрекетіңді жазып тұр ғой. Олар күнә жазды ма, сауапты іс тіркеді ме? Мәселе осында. Алланың назарынан тыс ештеңе жоқ. Сол автобустағы әрекетіміз кісі ақысы сұралатын тұста алдымыздан шығып, аялдамадан түсіп қалған адам сауабыңды сұрамасына кім кепіл? Сондықтан ақыретте сауаптарымыздан айырылып, сорлап жүргенше, осы дүниеде әлдене бүлдірсек кісі ақысын жеген болсақ, алдына барып кешірім сұраған дұрыс. О дүниеде ешкім ешкімді кешірмейді, сауаппен есеп айырсады. Осы жерде тағы маңызды ақпарат WhatsApp арқылы кісі ақысына кіру жайлы айта кетейік. Аталған әлеуметтік желідегі топтарда жаман видеолар таратып, оны көрген адам қандай сезімде болатынын ескермеу. Мүмкін сен өзің жіберген әрбір видео арқылы бір кісінің көңіл күйі түсуіне себепші болған шығарсың, немесе сол чаттағы адамдардың мазасын алып, әбден ренжіткен боларсың. Тіпті сен жіберген қорқынышты бейнеден келесі бір кісі психологиялық шок алған болса ше. Осының бәрін есептеп жатқан кім бар? Мұның өзі де кісі ақысы. Сондықтан мүмкіндігінше біреудің көңіл күйінің түсуіне емес, керісінше адамға пайдалы болуға тырыссақ абзал. WhatsApp желісінде де бос күлкі, арзан әзілге толы видеоларды таратпай, қажетті ақпараттарды, маңызды мәліметтерді бөліскен дұрыс. Пәлен жерде жарылыс болыпты, түген жерде былай болыпты деген тексерілмеген ақпарат таратуға да болмайды. Егер сенің жеке чатыңа біреуден келген видео жалған болып шықса ше, сен де өтірік ақпарат таратқандардың қатарында қаласың. Мұндай жағдайда тіпті сені мемлекет жалған ақпарат тарату бабы бойынша жауапқа тартуы да әбден мүмкін. Сақ болайық.
Кісі ақысына жататын тағы бір дүние біреудің затын алып қайтарып беруге асықпау. Немесе алған затымыз ұсақ дүние болса, қайтарып беруге тіпті ұмытып кетеміз. Мәселен, шәй, тұз, жүп секілді майда шүйде дүниелер. Бірақ сен ұмытқанмен, екі иықтағы періште ештеңені қалыс қалдырмайды. Әр әрекетіміз үшін не күнә, не сауап жазады. Біз үшін ұсақ түйек болғанымен, біреудің заты бәрібір сенікі емес екенін ескер. Сондықтан кімнен не алсаң да қайтарып беруге тырыс. Не ақысын төле. Ең құрығанда егесіне кешірім өтін. Нендей майда зат болса да, мойныңда қарыз боп жазылып қалуынан сақтан. Әрине, ол зат саған сыйлыққа берілсе басқа әңгіме. Сонымен бірге балаларыңды да осындай кісі ақысын аттамауға, қарапайым болса да өте маңызды нәрсеге үйретіп тәрбиелегенің абзал. Бала ата-анаға қарап өседі. Ата-анасы жасаған барлық әрекетті көріп қайталайды. Ертең сенен туған балаң да кісі ақысын аттамай, адал өмір сүрсін десең, осы мәселені насихат етіп қана қоймай, әуелі өзің түзел. Өзің істемейтінді баладан талап ету берекесіз іс. Мысалы, шылым шегетін әкенің ұлына 1000 рет темекінің зияны туралы айтқанынан пайдасы аз. Бала бәрібір көргенін істейді. Немесе өзі таза жүрмейтін келіншектің қызына қанша рет таза жүр деп ұрысқанынан іс өнбейді. Өйткені бабаларымыз айтқандай, насихат іспен көрсетіледі. Жетпей жатқан тұсы ғана ауызша сөзбен айтылады. Өкінішке қарай, біздікі көп жағдайда жай сөз күйінде қалып жататыны өтірік емес. Балаңды тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле. Бала көргенін істейді деген тәлімнің төркіні осында. Құрметті ханымдар, бұл білім, бұл сауаттылық. Біз көп күнә білмей жасаймыз, артынан өкінеміз. Кісі ақысы туралы мол ақпарат білдіңдер. Енді не істеймін деп уайымдамай, білген күннен бастап әрекетке көшу қажет. Әрбір әрекетіміз саналы түрде жасалып, алдын ала менің осы әрекетімнен ешкімге зиян келмей ме, ешкімнің ақысына қол салдым ба, бөгденің шекарасын бұзбаймын ба деген ойда болуымыз керек. Берекелі де ризық несібеге толы қайырлы өмірдің, екі дүниелік нағыз бақыттың басты формулаларының бірі осында жатыр. Нағыз жетістікке жеткендерден болайық.